болмаса, мына күйеуін айтпай ақ қояйық, и так нервысына тиіп жүреді. Енесі, қайынәпке, қайынсіңілі, абысындары, қайынатасы және туысқандары келінді басынып, үстіне секіріп, басына секіріп кетеді. Мына қазір көкбеттің заманы, қазір қорыққан сыйлайтын заман любой жерде. Сол себепті мінезді көрсете білген дұрыс. Мен бұл жерде айтып тұрған жоқпын, мінезді бірінші көрсетіңдерді. Егер сізге келінге атака жасаса, енесі болсын, басқа болсын, ол никаны көрсете білу керек. Себебі ол адами тұрғыда қорғану әдісі. Енелер, сіздер мінездеріңізді көрсетіп, келінге ақыл айтып, аңдып оны ондай нәрсе үйретпей қойыңыздар. Сіздер иман жағынан үйретіңіздер. Қатты ақылшы болып баратсаңыздар, намаздарыңыз қайда 5 уақыт. Сүре білмейсіздер не, жаңағы аптасына жұма күні жетшелпек таратуды білесіздер ма? Оны иттің итақайы біледі, ол нәрсені иттің итақайы біледі. Сол себепті мына жаңағы имандылық жағынан, тәрбие жағынан ғана тәрбиелеңіздер. Ақыл айтып, сіздердің ырбаңдарыңызды қазіргі келіндер көтермейді. Бір жағынан ол да дұрыс. Не үшін көтеру керек? Кімсіз сіз? Ол немене, сіз алып жатсыз ба оны әйелі қылып, әлде балаңызға алып беріп жатсыз ба? Ол и так сіздің балаңыздың мінезін мына жерге дейін көтеріп жатыр. Тек қана сіз оған мына жалпы отбасылық ұстаныммен балаңызды жауапкершілікті үйретіңіздер. Міне сол кезде ғана өте тәрбиелі ене боласыз, өте тәрбиелі отбасы болады.